Қайырлы күн баршаларыңызға. Менің есімім Алма Жаналина. Бүгін мен сіздерді VIP International деген түрік сетевой компаниясының маркетингімен таныстыратын боламын. Бұл жерде біз қысқаша ғана маркетингті түсіндіретін боламын, бірақ толықтай маркетингті жалпы бизнеске келгеннен кейін толықтай түсіндіретін боламын. Жаңағы айтқандай бұл турецкий компания, VIP International деп аталынады. Маркетингі бинар және классика, яғни гибридный болып есептелінеді. Доход түрлері негізі бірнеше доход түрлері бар. Бұл жерде мен әзірге үш основной доход түрлерімен түсіндіретін боламын. Ол реферальный бонус, бинарный бонус және компаниядан премия. Бізде жалпы продукцияларда 30 түрлі наименование бар, 2-ақ түрлі баға бар. 20.900-ден жарты продукциялар 10.450 теңгеден болады, яғни 2-ақ түрлі баға бізде. 6 түрлі кіру жолдары бар, яғни 6 түрлі пакет бар бізде. Жаңағы 6 түрлі кіру жолдары бар дедіңіз, яғни бұны бізде кейс дейді, пакет дейді. 6 түрлі, яғни бұл жерде клиент, партнер, бронза, серебро, золото және VIP деген пакет түрлері бар. Осыны өзіңіздің қалауыңызбен регистрация жасасаңыз болады. Яғни бұның айырмашылықтары неде? Егер де сіз өзіңіз клиент ретінде және скидкамен алам десеңіз, кішкентай пакеттермен алсаңыз болады. Яғни просто клиент ретінде тіркелсеңіз, бұл жерде ешқандай скидка жоқ. 20.900 теңгеге бір продукция аласыз. Бір кейс болып саналынады. Бұл оның ішінде 20.900-дан бір продукция, немесе 10.450 теңгеден екі продукция ала аласыз. Яғни 20.900-ның продукциясын 20.900-ға, 10.450-ден 10.450-ге аласыз. Бұл жерде ешқандай скидка жоқ. Екінші партнер деген пакет бар. Бұл жерде сіз 41.800-ның продукциясын 39.600 теңгеге ала аласыз. Яғни бұл жерде скидка, сізге 2.200 теңге скидка бар. Бұл жерде сіз екі кейс ала аласыз. Екі кейстің ішіне не кіреді? 20.900-ден 2 штук продукция ала аласыз, немесе 10.450 теңгеден 4 штук продукция ала аласыз. Араластырып алсаңыз да болады, өзіңіздің қалаған продукцияңызды ала бересіз. Бронза пакеті. Бұл жерде 125.400 теңге негізгі бағасы продукцияның. Бірақ оны сіз бронза пакетін алатын болсаңыз, 115.550 теңгеге аласыз. Яғни бұл жерде сізге скидка 9.900 теңге скидка болады. Бұл жерде 6 кейс болып саналады. 6 кейстің ішіне 20.900-ден 6 штук продукция аласыз, немесе 10.450 теңгеден 12 штук продукция аласыз. Яғни пакеттер үлкейген сайын сіздің скидкаңыз да үлкейе беретін болады. Келесі серебро пакеті. Серебро пакетінде сіз 2.900-ның продукциясын 173.250 теңгеге аласыз. Бұл жерде сізге скидка 35.750 теңге скидка болады жалпы суммадан. Кейс 10 кейс. 10 кейстің ішіне 20.900-дан 10 штук продукция, немесе 10.450-ден 20 продукция аласыз. Келесі сіз золото пакетіне кіретін болсаңыз, яғни продукция алатын болсаңыз, сіз 418.000 теңгенің орнына 330.000 теңгеге скидкамен аласыз. Яғни бұл жерде сізге 88.000 теңге скидка болады. Бұл жерде 20 кейске 20.900-ден 20 штук, немесе 10.450 теңгеден 40 штук продукция аласыз. Ал ең күшті пакет бізде бұл бизнес жасасаңыз да, өзіңізге сатуға алсаңыз да, қолдануға алсаңыз да, ең бізде пайдалысы осы VIP пакет. Неге бұл жерде 627.000 теңгенің суммасы продукциясын сіз 432.850 теңгеге аласыз. Яғни бұл жерде сізде почти 200.000 теңге скидка. 194.150 теңге скидка болады сізге бұл жерде. Яғни 630-дың почти продукциясын сіз 432.000 теңгеге аласыз. Яғни 200.000 теңге скидка аласыз. Бұл жерде 30 кейс. 30 кейс деген 20.900-ден 30 штук продукция, немесе 10.450 теңгеден 60 штук продукция. Тоже бұл жерде өзіңіздің қалауыңызбен араластырып ала берсеңіз болады. Яғни жалпы кейс 30 кейс алсаңыз болады. Ал мына жердегі графалар сізге жаңағы партнер клиент пакетінде сіз сол суммаға аласыз. Партнер пакетінде сіз 20.900-ның продукциясын 19.800 теңгеден келеді сізге бір продукция, ал 10.450 теңгенің продукциясы 9.900 теңгеден келеді. Яғни солай кете береді. Яғни біздегі 20.900 теңгенің продукциясы сіз VIP пакетке алғанда бір продукция сізге 14.428 теңге келеді. Сонда примерно үстінен 7.000 теңгедей скидка болады сізге. Ал 10.450-дікі сізге 7.000 теңгеден келеді, 7.214 теңге. Примерно 3.000 теңге скидкамен келеді. Яғни бұл жерде сізге жалпы алғанда 200.000 теңгемен скидкамен аласыз. Бұл жерде сіз егер де 400.000-ға продукция сатып алып, барлығын сатып жүрсеңіз, сіз оны почти 30.000 теңгеге сатып жүріп, үстінен 200.000 теңге пайда тапсаңыз да болады. Оның сыртында бізде VIP пакетке және басқа пакеттерге де каждый раз промоушендар болып тұрады. Ең күшті промоушен ол тоже VIP пакетте. Бұл жерде сіз 200.000 теңге мына жерде скидкамен алып тұрсаңыз 432.000 теңгеге,
200 мың теңге сізге скидкамен, примерно промоушнда тағы да 200 мың теңге, 150 мен 200 мың теңгенің ортасында, кейде 250 мың теңгенің товарын сыйлыққа береді, яғни 10-15 штук товарды сізге сыйлыққа береді VIP пакетке келгенде. Сонда сіз мына жерде 200 мың теңге скидкамен аласыз, 200 мың теңгеге еще продукция аласыз, сонда сізде почти бірге бір скидкамен аласыз. Яғни 800 мың теңгенің товарын жалпы алған кезде сіз 400 мың теңгеге алатын боласыз. Яғни оны 400 мың теңгесін өзіңіз жаңағы сатып жүрсеңіз 400 мың теңгеңізді қайтарып аласыз, үстінен тағы да 400 мың теңге пайда тапсаңыз болады. Ал бізде енді келесі слайдта мен сіздерге маркетинг туралы айтатын боламын. Бұл жерде бинарный және классика дедік. Бұл жерде өзіңіз регистрация жасайсыз. Бинар деген мына жерде мысалға сіз екі аяқпен жұмыс жасайсыз, сол аяқ, оң аяқпен. Яғни мына жерге бір адам тіркедіңіз, мына жерге бір адам тіркедіңіз. Сонымен команда жинала береді, оң аяқ, сол аяқ болып екі жақтан жинап отырып адамдар регистрация жасайсыз. Яғни классика болғанда сіз мысалға өзіңіз үшінші адамыңызды былай қойып, төртінші адамыңызды былай қойып, бесінші адамыңызды былай қойып, ары қарай қоя берсеңіз, ол сіздің өзіңіздің личнигіңіз болып саналып, яғни былай да личник ретінде олар сізге өзіңізге де тіркеліп береді. Яғни бұл бинар және классика деп есептелінеді. Яғни сіз екі аяқпен жұмыс жасай бересіз. Каждый адам өз екі аяғын қойып алып, сосын ары қарай солай жұмыс жасай береді. Ал бұл маркетингтен қандай табыстар келеді, оны қазір келесі слайдта айтатын боламын. Келесі біздегі бірінші табыстар ол реферальный бонус деп аталынады. Яғни сіз бұл жерде әр жаңағы біздің алты түрлі пакет бар, өзіңіз регистрация жасадыңыз, яғни VIP пакетке кірдік деп айтайық. Сіз өзіңіз VIP пакетке продукция сатып алып регистрация жасадыңыз, компанияға партнер болып келдіңіз. Одан кейін енді сіз басқа адамдарды осы компанияға шақырған кезде осы компанияның пайдасын айтып, осы компанияның продукцияларын ұсынғаннан кейін, мысалға сізге бір кісі клиент ретінде, жоқ мен VIP пакет алмаймын, просто клиент ретінде өзіме продукция аламын дейді. Сол кезде оны сіз 20.900 теңгеге регистрация жасайсыз. Ол адамнан сізге реферальный бонус түседі, ол 3668 теңге және баллмен жиналатын болады. Бұны қазірдағы түсіндіретін боламын. Келесі адам мысалға біреу бронзаға, біреу мысалға бірнеше продукция алатын болса, көбірек бронзаға кіруі мүмкін, сереброға кіруі мүмкін. Яғни кірді дегенде бұл жерде өзі продукция сатып алады. Ары қарай бизнес жасаймын десе, VIP пакетпен регистрация жасайды. Енді қараңыз, партнер ретінде біреу регистрация жасаса, ол кісіден сізге 7331 теңге, бронза ретінде регистрация жасаса 18331 теңге, серебро ретінде регистрация жасаса 25668 теңге сізге реферальный бонус түседі, яғни бұл ақшалай теңгемен. Келесісі золото пакетімен келетін болса, одан сізге 47667 теңге бонус түседі. Ең күштісі тағы да жаңағы бұл біздің VIP пакет. VIP пакетке регистрация жасасаңыз, сіз бір кісінің одан сізге бір кісіден 73331 теңге сізге бонус түседі. Бұл теңге ретінде, балл да емес, басқа да емес, бұл теңге кәдімгі. Яғни сіз бір айда мысалға 10 VIP пакетке адамдарға ақпарат беріп, сіздің командаңызға келетін болса, сізге 733.310 теңге мысалға сізге осындай табыстар келеді. Яғни бізде бизнес жасаймын дейтіндердің барлығы осы VIP пакетпен келеді. Енді мына жерде қарап отырсаңыздар, жаңағы айтқандай, өзіңіз VIP пакетпен регистрация жасадыңыз. Оң жағыңызбен, сол жағыңызбен оң жағыңызға адамдар регистрация жасай бастадыңыз. Біреу клиентпен регистрация жасады 20900-ге, біреу партнермен келді, мысалы мына жерде 39600. Әр пакеттермен осылай регистрация жасап, біреу VIP пакетке келді, біреу золото пакетке деген сияқты. Енді айдың соңында бұның барлығы қалай айлық болып есептелінеді? Барлығын қосасыздар, жаңағы мысалға 20900 теңгеден сізге 20900 регистрация жасағанда 3668 теңге түсті. Одан кейінгі мына жерде біреуінен 47600, яғни мынандай сізге пайдалар түсті, реферальный бонустар. Соның барлығын қосасыз, сол кезде сізге осындай айлық шығады. Бұл жерде сізде мысалы VIP пакет 10 болатын болса, жаңағы айтқандай 733 мың теңге болады. Осылай аралас болса, барлығын қосып есептейсіз, солар сізге айлық болып түсетін болады. Бұл бірінші реферальный бонус деген біздің табыс түрі. Ал енді мынау балдар бізде бұл жерде бұл келесі біздің табыс көзіміз қалай келеді, осы балдарға байланысты болады. Яғни клиентті регистрация жасағанда сізге 50 балл, партнерді регистрация жасағанда 100 балл, солай VIP пакетті регистрация жасағанда 1000 балл. Осындай балдар сізге жаңағы өзіңіздің структураңызға жиналып отыратын болады. Яғни ол келесі табыс көзіміз, ол бинарный бонус деп аталынады. Екінші табыс көзіміз біздің бинарный бонус. Жаңағы айтқан біздің балдарымыз жиналып, біз осы жерден статустар жабамыз. Яғни бұл жерде бізде статустардың 8 түрі бар: ассистент, директор, рубин, бриллиант, золотой бриллиант, президент, роял президент, ең үлкені VIP президент деген.
осы статустарды жабу үшін бізде жаңағыдай бинар болу керек. Яғни бинар деген қалай? Біз жаңағы өткен слайдта айтқандай, бізде балдар жиналады. Мысалға, сіз өзіңіз жаңағы VIP-пакетке келдіңіз, сізге клиент болып біреу продукция алды, оған 50 балл түсті. Біреуді VIP-пакетке тіркедіңіз, одан 1000 балл түсті. Солай балдарды санаймыз. Алдындағыларды мысалға теңгемен санатын болсақ, бұл жерде екінші табыс көзі біз балдармен есептейтін боламыз. Яғни бұл жерде қараңыз, мынау сіздің сол аяғыңызда 50 балл, 650 балл, 350 балл, жалпы 1050 балл болды бір жақ аяғыңызда. Екінші оң жағыңызда 1000 балл, 250 балл, мына жерде 100 балл, мына жерде 1350 балл болды. Бинар деген қай жақта, қай веткада бізде кішкентай сумма, сол суммамен бізде екі жақ теңеседі. Яғни мына жерде 1050 балл болса, мына жерден де 1050 балл екеуі теңеседі, сізге ол айлық болып түседі. Қалған мына жерде 300 балл ол келесі айға ауысып қалатын болады. 1000 баллмен 1050 баллмен 1050 балл жойылып сізге айлық болып есептелінеді. Енді қараңыз, 1050 балл болды, сіз директор деген статус жаптыңыз. Яғни директор статусы 1000 баллдан басталады. Екі аяғыңызда 1000 баллдан болғанда, асқанда сіз директор деген статусты жабасыз. Бұл жерде сізге примерно бонус, бинарный бонус 51333 теңге сізге бинарный бонус түседі. Ол бізде мынандай системаны есептелінеді. QV, яғни жаңағы балдар бізде QV деп аталынады. QV-ді өзіміздің жаңағы процентке көбейтеміз. Процент ол біздің жаңағы әр пакеттерде бізде проценттер бар. Сол процентке есептеледі. Енді бұл жерде біз VIP-пакет бізде. VIP-пакетте 70% қайтадан көретін болсақ, клиентте біз ешқандай бұл жерде процент алмаймыз товарообороттан, қалғандардан 50, 53, 55, 68, 70%. Яғни ең күшті товарообороттан процентті 70% VIP пакеттен аламыз. Енді біз қазір бизнес жасаймыз дегенсін VIP-пакетпен есептейтін боламыз. Өзіміз VIP-пакетке келдік, директор статусын жаптық, 1000 мен 1000 балл, яғни 1050 балл болды. Енді осыны жаңағы біз осы система бойынша есептейтін боламыз. Бұл жерде жаңағы QV жалпы 1050 баллды көбейтеміз өзіміздің процентке. VIP-пакет ол 70%, 70%. Оны бөлеміз 7-ді 5-ке, бұл турецкий лира. 7-ді 5-ке бөлеміз, сол кезде $98 шығады. А долларды біздің компанияның внутренний курсы всегда 550. Бұдан түсіп кетсе де жоғары болып кетсе де осы 550 болып тұрады. Яғни 98-ді 550-ге көбейткенде 53900 теңге сізге табыс болып келеді. 53900 теңге табыс болып келді. Ол бізде бинарный бонус болып есептелінеді. Яғни бұл екінші табыс көзі. Ал үшінші табыс көзі бізде премия от компании. Яғни сіз мына жерде директор статусын жапқан кезде сіздің зарплатаңыз примерно, яғни бинарный тапқаныңыз 51 000 теңге болатын болса, ал VIP-президентте ол 5 131 000 теңге сіздің бинармен тапқан табысыңыз. Бұл минимальный есептелгенде. Одан кейін үшінші табыс көзіміз біздің премия от компании. Әр статусты жапқан сайын компания бізге премия береді. Әр ай сайын статусты жауып отырсаңыз, әр ай сайын береді. Бір-ақ рет қана бермейді оны. Яғни қараңыз, мына жерде сіз директор статусын жаптыңыз, жаңа 51 000 теңге бинарный бонустан алдыңыз. Одан кейін компания сізге тағы плюс 36 660 теңге сізге премия береді директор статусын жапқаныңыз үшін. Екеуін қосқан кезде 87 993 теңге болады. Яғни бұл жалпы сіздің табыс көзіңіз. Оның сыртында біздің бағанағы реферальный бонустар бар. Әр пакетті тіркеген кездегі түсетін ақшалар бар, оны бөлек саналды. Негізі бізде компанияда официально жұмыс жасағандықтан зарплатадан 10% ұсталынады. Сол кезде сіздің минимальный зарплатаңыз 79 193 теңге, бірақ бұл примерно 100-ден 100 000, 120 150 000 көлемінде ауысып отырады. Одан да көп болуы мүмкін. Ол сіздің жаңағы адамдарды регистрация жасап, реферальный бонусыңыздан да жаңағы айырмашылық болады осы табыстардан. Енді бұл жерде ең күштісі барлығымыздың жеткіміз келетін VIP-президент статусында. Бұл жерде жаңағы тек қана бинарный бонусымыз 5 миллион болатын болса, одан кейін премия ай сайын 2 933 000 теңге премия беріп отырады. Яғни 3 миллиондай просто компания сіз VIP-президент статусын жапқаныңыз үшін ай сайын сізге осындай 3 миллион премия беріп отырады. Бір-ақ рет емес. Яғни VIP-президент статусында сізге компания осындай подаркіге ақша беріп отырады. Общий зарплата примерно 8 миллион деп есептеліп тұр. Бұл жерде 10% ұсталғанда 7 миллион
300 мыңдай, бірақ тоже бұл минимальный. Кім вип президент статусында, олар 10 миллионнан төмен айлық алмайды, потому что оның сыртында жаңағы реферальный бонустар бар, power бонус дегендер бар, бізде матчинг бонус дегендер бар. Соның барлығы қосылған кезде 10 миллионнан кем түспейді. Бұл жерде біз минимальный көрсетіп қойған зарплаталар мына жерде. Сондықтан барлығымыз вип президенттікке жету үшін осындай вип пакетпен жұмыс жасап, бизнес жасап, осындай қазір көп деген вип-президенттер бізде Қазақстан бойынша 15 вип-президент бар, который ай сайынғы айлығы кем дегенде 10 миллионнан жоғары алатын. Егерде жалпы қысқаша маркетинг осындай, егерде толықтай бизнесті түсінгім келеді, толықтай жаңа басқа да бонустарды білгім келеді, маркетингті толықтай түсінгім келеді дейтін болсаңыздар, жекеме жазасыздар. Бұл жерде мен қысқаша ғана 3 түрлі доходты ғана айттым. Основной, одан бөлек тағы да доходтар бар. Компания ай сайын активация жасап, яғни ай сайын товар сатып ал деп міндеттемейді. Және ай сайын осындай адам шақыруың керексің деп оны да ешкім мәжбүрлемейді. Және ай сайын осындай товар оборот жасауың керек деген міндеттемелер жоқ. Яғни оның барлығы өзіңіздің қалауыңызша жасасаңыз болады. Қаншалықты табыс тапқыңыз келеді, соншалықты жаңағыдай адамдарды шақырып, ақпарат беріп, өзіңіз жұмыс жасасаңыз болады. Және сіздің ай сайынғы жиналған балдарыңыз, бинардан басқа қалған балдарыңыз келесі айға өтетін болады. Яғни сіздің жиналған балдарыңыз жойылып кетпейді. Оның барлығы келесі айға ауысып отыратын болады. Егерде бизнесті қызықтыратын болса, мына жерде менімен байланыс түрлері бар. Яғни мына жерде WhatsApp-қа жазасыз. Звоноктарды көтере бермеймін, потому что өте көп звоноктар келеді. WhatsApp-қа шығыңыз, немесе Telegram-ға жазсаңыз болады. TikTok-та бармын. Алма Жаналина деген личный менің өзімнің Instagram аккаунтым бар, және VIP Int Астана деген рабочий аккаунтым бар. Бұл жерде в основном отзывтар менде. Мен Алма Жаналина, яғни осы байланыс түрлерімен менімен хабарлассаңыздар болады. Баршаларыңызға, назарларыңызға көптен көп рахмет.